ютубқа видео салып, бірақ обложкасын басқаша қойғыңыз келсе, ол үшін бірінші Play Market'тен немесе App Store'дан Творческая студия деген тартып аламыз. Мына Творческая студияға кірдік. Енді панель управленияның қасындағы үш сызықты басып, видео дегенді басамыз. Видеоға кіргеннен кейін видеоларыңыз шығады. Осылай мені бірінші видеома сурет қойын деп жатырмын. Соның үстінен бір басасыздар. Қоятын видеоларыңыз үстінен бір рет басамыз. Сосын видеоларыңыз ашылады. Сосын төбесінде ручканың тұрған значок тұр, соны басамыз. Сосын тағы да бір ручканың значогы болады. Видеоның үстіндегі, видеоның бетіндегі прям. Соны басамыз. Сол значокты ручканың. Сосын скачать свой значок деген бар. Астында бірінші тұрған. Соны басамыз. Свой значокты бассақ, сіздің телефонға алдын ала сақтап алған суреттеріңіз шығады. Мына все фотоның ішіне басып, алдын ала дайындап қойған фотоңызға басып, соны қоясыздар. Міне размерін таңдайсыздар. Былай осылай размерін таңдадым. Үстінен выбрать басамыз жоғары жағындағы. Сосын описанияны өзгерткілеріңіз келсе жазуға болады, названияны өзгерткілеріңіз келсе де жазуға болады. Ал өзгерткілеріңіз келмесе, сохранитті басып сақтаймыз. Болды. Енді осылай өзгереді. Көргендеріңізге рахмет. Сәттілік тілеймін. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.